Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім. Бүгін қорамыздың, ауламыздың барлығын тазартып жинастырып жатырмыз. Мына жерде жинастырып едім, уже тауықтар барлығын шашып тастаған ғой. Міне көріп отқан шығарсыздар. Мен жағын жинасам, мен жағын шашады. Тауықтар неге жұмыртқа тумай қалды деп жүрсем, тауықтардың арасынан криса пайда болған екен. Жұмыртқа жейтін әдеттерін шығарыпты. Қазір енді Алла қосса соған не істейміз, не қойып жатыр, соның барлығын бүгін осы видеода айтатын боламын. Және де шаруашылығымызда нелер болып жатыр, қандай жаңалықтар болып жатыр, соның барлығын сіздерге осы видеода толыққанды айтатын боламыз. Біріншіден бүгін біздер ауламызды тазаладық. Мінекей ананың ішін, мынаның ішін осындай 20 мың теңгеге прицеп сатып алдық. Көріп отқандарыңыздай, 20 мың теңгеге алынған прицеп. 2 дөңгелек өзіміз салып алдық. Шиномонтаждан сұрап 13 штук диск салдық. 20 мың алған прицеп. Енді машинаның артына алған паркоп бармай қалды. Басқа паркоп іздеп жатырмын қазір. Opel, я сала бер, Opel Vectraға деп алған паркопым Opel Omega'нікі болып шықты, короче. Енді өздеріңіз білесіздер, тауықтан басталды, осындай кішігірім тауықтардан 5-6 тауықтан басталып, содан өйтіп. Қазір Аллаға шүкір, қойымыз да бар, ешкіміз де бар, тауығымыз да бар, барлығы да бар. Мына ешкіміздің туғандағы черный, не қасып отыр. Так, мына сіздерге айтқандай, тауықты криса пайда болды дедім ғой. Жұмыртқа жейтін крисалар пайда болды деп. Соны сіздерге көрсетейін. Қайсысы екен. Бізде тауықтар негізінде күніне 15-10 солай жұмыртқа туып жүрді. Соңғы кездері вообще жұмыртқа ала алмай қалдық та. Осы 3-4 күнде болып қалды. Сосын мен ойладым, тауықтар демалып жатқан шығар, түлеп жатқаннан кейін жүндер түсіп жатқан шығар деп. Жоқ, короче, жұмыртқа туады. Мына жерде мына жетеуі, мына 7 Карл жұмыртқаны пытырлатып жеп жүр. Айтады. Түрмеге қамап тастадым. Болды, енді жазаланасыңдар осылай. Сулары бар, ракушканы қойдым, жемдерін беріп тұрып. Қай уақытта жұмыртқалардың өздерінің туған жұмыртқаларын қай уақытта жемейді. Жұмыртқа туып тұр бұлар. Бірақ жеп қойды бір өздері, үлгере алмай қалыптым. Өздерінікін жегенмен қоймай, мына тауықтардың жұмыртқасын жеп қойды бір да. Мынаға бәріне мініп. Енді бұлар қайда жұмыртқа туады басқа, тығылып тумаса. Содан, короче, заявление жазып, тауықтар, атештер, мына жетеуін, короче, түрмеге қамап тастадық. Болды, өздерінің жұмыртқаларын туады, өздерінікін жемейді, қалай жерде жатады жұмыртқасы, содан кейін барып бостандыққа шығады. Оған дейін осылай, осы 4 қабырғаның ішінде тұрады бұлар. Астана шөп салып тастадым. Шөп не көп, шөп көп қой. Ракушкілері бар, сулары бар, болды. Осы бізде. Мына қораның ішін Аллаға шүкір жинастырып тастадық. Шошып кеттім ғой. Аяқтың. Мында бізде кебек және бидай аралас, тауықтың витаминдері. Мында бізде чисті бидай. Енді Алла қосса ертең қалаға шығып, қаладан яшмин, бір мешок яшмин, бір мешок кебек, бір мешок бидай. Кебек алмайым. Тек бидай мен яшмин алып білем. Не болса да бір 4 қапшықтаймын алып білем ғой. 2 яшмин, 2 нема. Тартылған алайын ба, тартылмаған алайын ба, тірілей алайын ба, тартылған алайын ба, соны комментария жазып кетіңіздер. Яшмин мен бидайды тартылған алған жақсы ма, или тірілей алған жақсы ма, комментария жазып кетіңіздер. Міндетті түрде қарайтын боламыз. Мұнда әлі туған жоқ, туатыны бар еді негізінде. Бүгін негізі туып отыр ма деп ойлап едік. Тумай қалды. Қазір қорада осындай жағдай болып жатыр. Мына 4 күні туды. Бүгін 6 күн болды. Аллаға шүкір жайылымға шығып жүр. Мына бір жайып келдім. Видеосын қазір осы видео қосып жіберем. Бірақ мен салдым. TikTokқа да, YouTubeқа да салдым. Кіріп қарасаңыздар болады. Мына тағы бір жинастырып қой керек, Алла қосса қазір. Осы міне жаңалық.